Бәріне сәлем, мен бүгін осындай үй жағдайында жасалатын дәмді пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Жалпы бұл рецепттің ерекшелігі қамырында болады. Қамырын қалай жұмсақ әрі дәмді қылып жасаудың рецептісін ұсынатын боламын. Бірінші ыдысқа жылы сүт пен жылы суды қосып салып аламыз. Үстіне ашытқы және тұзды саламыз. Барлығын бірге қасықпен араластырамыз. Үстіне кішкене ұн салып, оны да венчикпен араластыратын боламыз. Енді осы массаның үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз, яғни маргарин. Жалпы қамырдың жұмсақ, өте дәмді болып шығуының құпиясы осы майда. Егер осылай жұмсақ сары майды қамырға қоссаңыздар, қамыр піскеннен кейін жұмсақ әрі қатып қалмай дәмді болып шығады. Енді үстіне барлық ұнды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырды қатты қылып қоймай, ұнды қолыңызға жабысып жатса, ұн салып отырып, жұмсақ етіп, қамырды илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін, оның бетін жауып, жылы жерге шамамен 1-2 сағатқа қойып, көтерілдіріп аламыз. Осылай көтерілген қамырды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша шыққан массаға қарай бөлесіздер. Менен дәл осы қамырдан 3 пицца шықты. Қамырды осылай 3-ке бөліп домалақтап аламыз. Енді бір қамырды алып, кішкене ұн сеуіп, оқтаумен жайып шығамыз. Қамырды өздеріңіздің ыдыстарыңызға пісіретін табаға қарай жая бересіздер. Жұқарақ болғаны жақсы. Қамырды барынша жұқа етіп жаямыз. Өйткені бұл піскеннен кейін тағы кішкене көтеріледі. Ашытқы қосылғандықтан әдемілеп, жұқа етіп жаямыз. Енді пиццаны пісіретін ыдысты алып, май жағамыз. Қамыр жабысып қалмас үшін. Жақсылап майлап аламыз. Үстіне қамырымызды дұрыстап қойып, шет-шетін қалыңырақ, ортасын жұқа етіп, әдемілеп пиццаның пішінін келтіріп аламыз қолмен. Бұл бізде ашыған қамырдан жасалғандықтан, пиццамыз пешке салғаннан кейін қатты көтеріліп, ортасы жан болып кетпес үшін шаңышқымен тесіп шығамыз. Ал начинкасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Кез келген майонезбен мен үйдегі банканы ашып, аджикадан соус жасадым. Ал сіздер кетчуп қолдансаңыздар болады. Жалпы бұның бетіндегі начинкаларын, соус пен начинканы өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Менде осылай болды. Енді осы соусты қамырдың барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз әдемілеп.
Мен осылай колбасаны және сырды үткіштен өткізіп реттеп қойғанмын. Колбасаны осылай турап, әжемлеп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тағы да айтамын, осылай қойып шығасыздар. Осы колбасаны қойып болғаннан кейін пешке жібереміз. Міне біздің дайын болған пиццамыз. Пісуге шамамен 5-7 минут қалған кезде пиццамызды шығарып, бетіне сырды себеміз. Өйткені егер сырды алдын ала салатын болсақ, ол күйіп кетуі мүмкін. Сосын дәмі жақсы болмай шығады. Міне сырды да салып болғаннан кейін алдық. Осындай дәмді керемет пиццамыз дайын. Дастарханға кесіп, әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге каналымдағы осындай дәмді рецепттер ұнап жатса, маған қолдауларыңызды білдіріп, тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Ал сіздерге ас болсын!